Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге французша ет тағамының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл менің ең сүйікті ыстық тағамдарымның бірі. Алдымен біз картошкасын турап аламыз. Картошканы турап алып, қайнап тұрған суға салып, қайната береміз. Картошкасы дайын болғанша біз екінші салмасын дайындайтын боламыз. Алдымен жуамызды тураймыз. Одан кейін сәбізімізді, сырымызды үккіштен өткізетін боламыз. Картошкамыз қайнағаннан кейін көбігін алып, керегенше тұзын салып, астын басып қоямыз. Келесі қызып тұрған майымызға жуамызды саламыз, сәбізімізді саламыз. Әр қайсысын 3-4 минуттан қуыратын боламыз. Одан кейін фаршымызды да салып, дәл солай 5-6 минут қуыратын боламыз. Қуырылғаннан кейін үстіне керегенше тұзын, бұрышын салып, оның үстінен 1 стакан суға 1 ас қасық томатты салып араластырып аламыз да, сол 1 стакан суды осы етімізге салатын боламыз. Жақсылап араластырып, үстіне жарты стакан су құйып, осылай бұқтырып қоямыз. Дайын болған картошкамызды пюре қыламыз да, осындай запеканка ыдысқа саламыз. Бірінші салмасы картошканы өстіп салып аламыз да, оның үстіне жаңағы пісірген фаршымызды салатын боламыз. Осылай бетінен 1 келка жайып шығамыз. Оның үстіне үккіштен өткізілген сырымызды саламыз. Осылайынан духовкаға салып, сыры ерігенше ұстайтын боламыз. Мінекей біздің ыстық тағамымыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Достар, дәл осы рецептімен жасап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер. Дәмі деген сөз жоқ, керемет болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі ас мәзірлермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған мен Айдана Тұрсынбаевна. Сау болыңыздар. Всем пока.